Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым, сіздермен бірге мен Аманжол. Бүгінгі видеомның тақырыбы Kaspi Pay. Өйткені осы тақырып төңірегінде өзіме жиі сұрақ қойылады, қалай ашса болады, қалай ол жұмыс істейді, не істесе болады. Яғни мен осы видеода сол сұрақтың барлық егжей-тегжейлі жауап берсем деп едім. Kaspi Pay деп отырғанымыз ол мобильді қосымша, посттерминал. Бірақ бұл посттерминалдың басқа посттерминалдардан айырмашылығы, бұл посттерминал тек қана Kaspi қосымшасын қолданатын сатып алушылармен ғана есеп айырысуға жарайды. Басқа банктегі карточкасы бар азаматтармен Kaspi Pay арқылы есеп айырыса алмайсыз. Бұл бір. Бірақ бұл жерде тағы бір айта кететін дүние, статистикаға сүйенсек, еліміздің 8 миллионнан астам адамында Kaspi қосымшасы бар екен. Яғни сіздің сатып алушыңыздың 90%, 99% десек болады, сізбен Kaspi арқылы есеп айырысады деген сөз. Олай болатын болса, Kaspi Pay сізге өте ұтымды өнім. Кімдер қолданады дейтін болсақ, Kaspi Pay'ді бүгінгі таңда тек қана жеке кәсіпкерлер ғана қолдана алады. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге Kaspi Pay'ді қолдануға болмайды. Бұл бірақ әзірше. Kaspi банктың берген мағлұматына сүйенсек, болашақта Kaspi Pay'ді жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер де қолдана алады екен. Kaspi Pay'дің бір артықшылығы ол сіздің кәсіпкерлік мақсаттағы ақшаңыз бен жеке ақшаңыздың арасын бөледі. Яғни көптеген кәсіпкерлердің бұл жан айқайы, менің шотымда ақша бар, оның қайсысы өзімнің ақшам, қайсысы менің кәсіпкерлік мақсаттағы ақшам екен білмеймін деген сұрақ туындайды. Сол кезде Kaspi Pay'дің сізге беретін артықшылығы сол. Яғни Kaspi Gold ол сіздің өзіңіздің жеке басыңызға қалады, ағайын туысқан, дос-жаран арасындағы ақша айналымы. Яғни өзіңіздің жеке ақшаңыз. Kaspi Pay бұл міндетті түрде сіздің кәсіптегі ақшаңыз. Яғни Kaspi Pay'ға сіздің ағайын туысқандарыңыз ақша аударып, Kaspi Pay'ден сіз ағайын туысқандарыңызға ақша аудара алмайсыз деген сөз. Тек қана Kaspi Pay кәсіпкерлік мақсатқа ғана арналған. Kaspi Pay'ді сіздер енді мынандай нәрсеге мынандай бір жаңалықпен нетіп жатқан шығарсыздар, күнделікті бетпе-бет келіп жатқан шығарсыздар. Сіздің сатып алушыңыз сізден келіп сұрайды, Kaspi Pay бар ма, сізбен Kaspi Pay'мен есеп айырыса аламыз ба деген. Неге өйтіп сұрайды? Өйткені Kaspi Pay, Kaspi банк жалпы тұтынушыларын бонус беру арқылы ынталандырып отыр. Яғни сіздің сатып алушыңыз сізден келіп Kaspi Pay арқылы есеп айырысса, Kaspi банк сол үшін сіздің сатып алушыңызға бонус төлейді. Бүгінгі таңда 3-5% бонустар бар. Бұл айтқан кезде жақсы қомақты бонус түсіп отырады екен. Ал бұл бонус Kaspi Pay'дің қолданудағы сіздің пайдаңыз. Ол басқа конкурентпен сіздің араңыздағы сіздің артықшылығыңызды көрсетеді. Неге? Өйткені егерде сіздің конкурентіңізде Kaspi Pay жоқ, ал сізде Kaspi Pay бар болатын болса, сатып алушы бонусқа ие болу үшін сіздің конкурентіңізге бармайды, сізге келеді деген сөз. Одан кейін Kaspi Pay'ді, мысалы, сіз кәсіпкерсіз, сіздің кассиріңіз бар, менеджерларыңыз бар. Kaspi Pay'ді сіз өзіңізге қоясыз, как руководитель ретінде. Бірақ кассир ретінде олардың әрқайсысын қосып қойсаңыз болады өзіңіздің точкаңызға. Сонда сіздің менеджеріңіз, сіздің кассирлеріңіз ақшаны қабылдайды сатып алушылардан, ал жаңағы қабылдабаған ақшаның барлығы түгел централизованно келіп сіздің жеке кәсіпкерлік шотыңызға келіп түсіп отыратын болады. Kaspi Pay'ді ашу үшін ешқайда барудың қажеті жоқ. Сіздің телефоныңыз, смартфоныңыздың операциондық системасы Android болсын, iOS болсын, оған қарамастан сол Kaspi Pay қосымшасын жүктеп аласыз, ары қарай оған тіркеліп ары қарай қолдана берсеңіз болады. Шешім 1 минуттың ішінде қабылданады. Бас аяғы 5-10 минуттың арасында сіз Kaspi Pay қолданушысы болып шыға келесіз. Бұл тұрғыда мен сізге осы видеоның соңында Kaspi Pay'ді қалай қолдануға болады, қалай тіркеуге болады, сол жайында видео нұсқаулық келтіретін боламын.
Комиссияға келетін болсақ, қандай комиссия бар дейтін болсақ, Каспи Пейді енді бұл терминал болғандықтан білесіздер, барлық терминалдарда комиссия болады. Яғни қабылдап алған ақшадан белгілі бір сома көлемінде комиссия ұстап отырады. Каспи банк бұл тұрғыдан мынандай сіздерге ұсыныс жасап отыр. Басында 3 ай тегін, яғни сіз қанша ақша қабылдасаңыз да 3 ай бойы сізден ешқандай комиссия ұсталмайды. 3 айдан кейін әр сомадан 0,95% комиссия ұсталынады. 0,95% деп отырғанымыз тағы да бүгінгі таңда біздің Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктер ұсынып отырған барлық ұсыныстардың ішіндегі ең қолайлысы 0,95. Одан төмен әзірге ұсыныс жоқ. Мен Каспи банкты мақтағаным емес, бұл менің жеке кәсіби пікірім, өйткені мен бұнымен күнделікті жұмыс істеп жүргендіктен мен білемін. 1%, 2%, 2,5% олардың жаңағы ұсынатыны. Ал Каспи Pay 0,95. И то 3 айдан кейін. Енді абоненттік төлем бар. Яғни сіз Каспи Pay'ға тіркеліп, арқылы қолданатын кезде сізде Каспи банкте автоматты түрде жеке кәсіпкерлігіңізге шот ашылатын болады. Яғни текущий шот ашылады. Басында 3 ай текущий шотты жаңағы шоттың обслуживаниясы тегін, 3 айдан кейін айына 1950 теңге абоненттік төлем ұстап отырады. Бірақ бұл төлемге не кіреді дейтін болсақ, төлемге ай сайынғы бюджетке төленетін төлемдер, яғни салықтар, пенсионный, соцотчисление шотыңыздан төлей бересіз, ешқандай банк комиссия ұстамайтын болады. Каспи аралық аударымдар тегін болады. Справка алу, яғни сізге шотыңыз бар екендігі туралы справка керек болады, басқа да банктен справка керек болады. Сол справканы сізден ешқандай ақшасыз тегін жасап беретін болады справканы. Ақша қашан түседі дейтін болсақ, яғни сіз Каспи Pay'ға бүгін ақшаны қабылдап алдыңыз, сол ақша сіздің шотыңызға қашан түседі дейтін болсаңыз, ақша келесі күні сіздің шотыңызға түседі екен. Қашықтықтан ақша қабылдау мүмкін бе деген сұрақтар қойылады. Яғни біздер үйреніп қалғанбыз ғой, бұрын Каспи Gold'та біреуге нөміріңізді айта саласыз, ол сіздің жаңағы сол нөміріңізді тереді, сіздің Каспи Gold'ыңызға ақша аудара салатыны. Өкінішке орай әзірше Каспи Pay'да ондай мүмкіншілік жоқ, бірақ қайталап айтамын. Әзірше болашақта ол олқылықтың орнын толтырамыз деп отыр. Яғни QR кодты басқа жаққа жібере аласыз, алыстан жаңағы сізге ақша жібере алатын мүмкіндік туындайды деген сөз. Енді бухгалтерлік мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Яғни сіздер білесіздер, сменаны жабу деген түсінік бар, мысалы не біткен кезде, күн аяқталған кезде сменаны жабу. Каспи Pay'да ешқандай сменаны жабудың қажеті жоқ. Автоматты түрде күнделікті сағат 10-нан кешкі сағат 22:10-да барлық Каспи Pay автоматты түрде өз сменасын өзі жабады деген сөз. Тағы қандай сұрақтар болды маған? Мынандай тағы мәселе бар. Енді бұл жерде сіздерге менің ұсынысым. Каспи Red және Каспи Кредит деген Каспи банктың ұсынып жатқан тағы да бірнеше нелері бар, продуктілері бар. Оны қолдану кез келген кәсіптің дамуына өте қатты серпін береді. Өйткені көптеген азаматтар бірден сізбен есеп айырысуға ақшасы болмайды. Сол үшін Каспи Red арқылы, яғни 3 айға бөліп төлеу, болмаса Каспи Кредит бірнеше айға бөліп төлейтін жаңағы мүмкіншіліктер болады. Егер де сіз осы Каспи Pay'ді қолданып, 2 ай бойы, 2 айдың ішінде 2 миллион оборотты дәлелдесеңіз, растасаңыз, яғни 2 ай қолдансаңыз, 2 айдың ішінде 2 миллион оборот болатын болса, онда банктың қызметкерлері өздері сізбен хабарласып, сіздерге Каспи Red және Каспи Кредит жаңағы өнімдерін өздері ұсынатын болады. Осымен менің енді жаңағы Каспи Pay'дің төңірегіндегі сіздерге жалпы берейін деген мағлұматым осы болды. Тағы бір өзімнен айта кететін дүние, ол мен енді сіздерге, жеке кәсіпкерлерге қызмет көрсетіп, сіздерге бағыт-бағдар беріп жүргендіктен, мен мынандай бір қызметті қолға алайын деп отырмын. Ол сіздерде мысалы отчетность уақыты келген кезде сіздерге хабарлама жіберіп отыру. Сіздер
білесіздер, уақытынан өткізіп алатын болсаңыздар, бір мәселелер туындайды. Сол мәселенің туындамасы үшін сіздерге мен хабарлама жіберіп отыру керекпін. Сол үшін мен сіздерге мынандай бір не етсем, ұсыныс айтайын деп отырмын. Енді сіздер мен білем, Каспи Pay'ды қоясыздар. Маған жекеме осы Инстаграмда директке, болмаса WhatsApp-ма, менің WhatsApp нөмірімді білетіндер, яғни менің жаңағы YouTube каналымдағы нөмірім көрсетілген. Сол жерге Каспи Pay'ді қолданған датаңызды жазсаңыздар, және иындарыңызды жазып берсеңіздер, және телефон нөмірлеріңізді жазып берсеңіздер. Өйткені мен осы арқылы өзіме отчетность жасаймын да, одан кейін жаңағы сіздерге уақыты келген отчетностың уақыты келген кезде сіздерге хабарлама жіберіп отырғым келіп отыр. Енді қазір сәлден кейін сіздерге не көрсетем? Видео нұсқаулық қалай орнатуға болатындығы жайында. Алыстамаңыздар, онда видео нұсқаулыққа қарай ойысайық. Pay'ді қалай телефонға орнатамыз? Ол үшін сіздің телефоныңыздың операционный системасы қандай, соған қарайсыздар. Егер де сізде Android болса Play Market'тан, iOS болса App Store'дан жазасыздар. Міне, менде Android, мен Play Market'ке кіремін. Жоғар жағында поисковик деген жерге Каспи Pay деп жазасыздар. Мына бірінші тұрған, мына қара белгімен тұрған сол Каспи Pay. Соған басасыздар. Установить. Міне Каспи Pay жүктелді. Енді открыть дегенге басамыз. Төменгі жағында подключиться или войти деген көк батырманы басасыздар. Телефон нөмірлеріңізді тересіздер. Продолжить. Телефоныңызға қазір SMS сообщение келеді, соны бұл жерге тересіздер. Иініңізді жазасыз. Категория, яғни сіздің бизнесіңіз қандай категорияға жатады, соны таңдайсыздар. Енді қараңыздар, бұл жерде барлық категория жоқ. Егер де сіздің категория жоқ болатын болса, онда прочие дегенді қоясыз. Болмаса сіздің категорияға жақындау келетін категорияны таңдайсыздар. Так, мен біздің категорияға келетін. Біз прочиеға кіреміз. Прочие. Сіздің точкаңыздың, яғни бизнесіңіздің атауын жазасың жерге. Біздікі мынандай. Продолжить. Шешім қабылданып жатыр қазір. Каспи өзінің шешімін айтады. Кішкене шыдамдылық күте тұру керек. Мне ваша заявка одобрена дейді. Подписать документ онлайн. Біз енді документті онлайн қол қоямыз. Подписать заявление SMS-кодом. Қазір SMS келеді, сол арқылы міне заявлениеге қол қойдық. Енді видеофиксация, яғни өзіңіздің бет-әлпетіңізді, мына қазір ортасынан не шығады, дөңгелек шығады, соған қарайсыз, күлдейді, күлесіз, жымидейді, жымиясыз, сондай нәрсе істейсіз. Көзіңізді жұмыңыз дейді. Тағы да. Камераға тура қара дейді. Подписать документімді көк батырманы басасыз. Яғни бұл жерде қалай? Сіздерге Каспи банктен бірден счет ашылады. Яғни ипіңіздің счеты бар деген сөз. Пароль ойлап табасыз, және астына сол парольді қайталап жазасыз. 8 орыннан кем болмау керек. Продолжить. Так, бізде қазір кеме қалды, қазір қайтадан. Яғни 8 орыннан кем болмау керек, және соны қайтадан астына қайталап жазамыз.
егер де телефоныңызда отпечатка пальцамен жаңа кіретін мүмкіншілік болса, оны да қоясыз. Енді қараңыз, біз Каспи Pay'ді қойдық, тіркедік. Енді настроить точки продаж и кассиров деген мына көк батырманы басасыз. Бұл жерде екі, жоғары жағында точка продаж бар, астында кассиры бар. Егер де сізде бірнеше точка болатын болса, яғни бірнеше магазин болса, оның әрқайсысын бөлек-бөлек қосасыз. Мына жерге көк указать адрес из названия точки дегенді басасыз да, мына жерге атын, қаласын, көшесін, үйдің нөмірін жазасыз. Бірнеше болатын болса, әрқайсысын бөлек-бөлек енгізесіз. Кассирларыңызды тура солай. Мына жерге добавить кассира деген көкті басасыз. Кассиріңіздің телефонының нөмірін жазасыз. Кассиріңіздің атын жазасыз. Астындағы добавить кассира деген көк батырманы басасыз. Егер де сізде кассир отдельно жоқ болатын болса, және өзіңізді кассир ретінде көрсеткіңіз келсе, мынау астында тұрған назначить себя кассиром деген батырманы басып, өзіңізді кассир ретінде тіркейсіз. Сонымен сізде Каспи Pay жұмыс істейтін болады. Сәттілік!